Баршаңызға сәлем. Менің есімім Жанар. Бүгін сіздермен сүтке иленген лепешканың рецептімен бөліскім келеді. Ұнды електен өткізіп аламыз. Алдын ала тұзды, жылы сүтті дрожжды алып, ашытып аламыз. Ашығаннан кейін оны ұнымыздың бетіне құйып, лепешкамыздың қамырын жақсылап илеп алып, 40 минут жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Оны алып, кішкене бөлшектерге бөліп, ыдысымыздың бетіне май жағып, лепешкаларымызды қойып шығамыз да ортасынан жақсылап басамыз. Бұл лепешкамыздың қамырын тағы да 10-15 минут қойып қоямыз көтерілгенше. Духовкаға салар алдында тағы да ортасынан басамыз. Духовкаға 180 градусқа 20-25 минуттаға пісіріп аламыз. Піскен лепешкамыздың бетіне сармай немесе жұмыртқа жақсаңыздар болады. Мінекей, өзі жұмсақ, исі бұрқыраған, түскі шайға жұмсақ лепешкамыз дайын болды. Сіздер осы рецептпен балаларыңызды, жақындарыңызды қуантып, дайындасаңыздар болады. Сіздермен болған Жанар. Лайк басып каналыма тіркеліңіздер. Барлықтарыңызға аз болсын.